Буға піскен қамырдан тойымды кешкі ас жасаймыз. Жалпы бұл тағамды сіздер жақта қалай атайды, видео астына жаза кетсеңіздер. Бөлме температурасындағы суға шай қасықпен тұз салып жақсылап араластырып, ұнымызға құйып, орташа тығыздықтағы қамырды илейміз. Дайын болған қамырды бірден 2 бөлікке бөліп, 20 минутқа тындырып қоямыз. Сол аралықта біз қызып тұрған майымызға тартылған ет салып, жақсылап қуырамыз. Кәдімгі етті ұсақтап турап қуырсаңыздар да болады. Жақсылап қуырғаннан соң пияз саламыз, жақсылап араластырамыз. Сәбіз, дәмдеуіштер және де жарты ас қасық томат пастасын салып араластырып 15 минутқа баяу отта қалдырамыз. Келесі кезекте картошкамызды саламыз және де картошкамыз толықтай піскенше баяу отта бұқтырып қалдырамыз. Жаңағы 2 зуала қамырымызды видеодағыдай жұқалықта жайып, ортасына сұйық май жағамыз және де видеода көрсетілгендей етіп орап шығамыз. Мантығазанымыздың листін міндетті түрде майлап қамырымызды жайғастырамыз. Қайнап тұрған суда 30 минут көлемінде пісіріп аламыз. Піскеннен соң видеодағыдай кесіп турап дайындап аламыз және де үстіне етімізді саламыз. Қазанымыздың түбінде қалған майды бетіне құйып жіберсеңіздер болады. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.